Қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Қалай сіздердің жағдайларыңыз? Мен шықтым, енді бірыңғай кетпей дұрыстап жүргіземін. Мына екі қайықтың басын ұстаған суға кетеді дей ма? Қарға. Сол сияқты мен екі жұмыстың басын дұрыс ұстай алмайды деймін. Қалай ұстай алмағанда? Сторис салу қиын ба десе, иә? Ой, айтатын әңгіме деген жетеді келесі не көршіге алған. 2 күн болдық па, 2 күн деген картопты жардық деген күлгінге өлейін. Шалбарым жоғалтып алдым сөйтіп жүрген кезімде. Сол шалбарыма іздеу салам, өзі көк қара түсті, начосымен на высокой посадке, потеряла на районе площадь жақта. Оны неге іздеу салып ол өзі новый тонда. Мына екі санның ортасы әлі желінбеген обалда оны тастау. Желім қалған болса тастау. Мынаны түсінеді өзім сияқты қыздар. Сіздермен бәрімен бөлісетін болдым. Жаңалықтың көкесін айтайын. Мотор бұзылып қалды. Неде жылу жоқ паровой. Тоңдық деген кешке қарай бұзылып қалды. Бүгін де енді істеп жатыр қазір жақта. Сонымен жылу жоқ еді, үй салқын. Мама көрсе өлтіреді мен неге еттім. Қойшы. Сосын, жаңалықтың көкесі, мен ана снегушкадан кейін прокаттан алған, 1-2 рет киілген деді. Сонымен соған сеніп, көк күмбек түсті тағында. Сөйтіп семкінің бәріне түсіп жүрген. Сөйтіп мама бір жуайын деп жуса ол вообще негізі кір болып тұрген. Аппақ ашық аспан екен светі ше. Сол мама өзі жуып, дұрыстап бәрін тағатын тағып. Мамаға айтсам, мама мені өлтіреді ғой. Сен салақ деп айтады деп. Сосын мен ешқандай happinessте жұмыс істемеймін. Happiness деген орыс, happiness фирмадан басқа ағылшынша сөз ғой, негізі ол бақытты деген болсын. Істемеймін, бірақ баяғыда осы 15 жыл бұрын happiness деген осы хит болып отқан кезде артатыннан пластырлар бар, кіндіктің үстіне оқыған. Соны жабысып құртып кеткенмін. Айттым, бұлар өлтіреді мені, бүйтіп жүрді. Не болды, шалбарың қалай жоғалып площадьта кетіп барады, бұтыңнан түсіп шешіліп қалды ма? Менен шалбар бұтымнан түсіп кететін размер жоқ уже. Менде притык тұрады, ол түспейді никак. Пакетте қалып қойған ғой, просто скамейка жақты. Мен түрімді барсаң, точно от жағарынан тұрсам. Папа оған іште трубадан бұрқылдайды, судың да шығады. Ана жерде торғай мешет етіп, ол да цыпылдап. Ести алмай масқара торғаймен төбелес шөкелесіп кеттім. Сәлем достар, қалайсыздар? Енді шалбар туралы айтпаймын деймін. Далада көргеннің бәрі. Шалбарың таптың ба? Шалбарың қақта жоғалтып алғансың сонда шалбарың? Шалбарың қақта? Дамбалың таптың ба деп айтады ғой маған біреу деген. Масқара, бүкіл Қызылорда мен шалбарымды деп жүр. Еще бір кісі директе жазып жүріпті. Айшолпан сен өйтіп неғыма, оны уже біреу тауып алып киіп алғанша жұғысты болсын деп. Оны артына мен Айшолпан деп жазып қойған жоқ. Уақыттан білетін менікі екенін. Оны біреу бәлесінен олықты өртеп жерген сияқты ма.